Ұлытау жобасы. Армысыз құрметті көрермен, бұл Ұлытау Open жобасы Ұлытаудың төрінде, киелі мекеннің дәл ортасында ашық әңгіме құруды мақсат ететін еркін сұхбат алаңы. Бүгін өнер мен жастардың жаңа ерекше заманауи мәдениеті туралы әңгіме өрбітеміз. Бүгінгі біздің қонағымыз қазіргі қазақ эстрадасында өзіндік қолтаңбасы бар, тыңдарман ерекше стилімен баурап жүрген Альфа тобының солисі Нұрлыбек Хамит. Нұрлыбек, қош келдіңіз. Қош көрдік, рахмет көп. Ұлытау жерін сағынып тұрасыз ба, келіп тұрасыз ба? Әрине. Өтірік айтпай ақ қояйын, ең бірінші ата-анамды сағынам. Ата-анаңыз осында? Ата-анам осында. Ата-анамды сағынам. Екіншіден, қалай ұшақтан түсіп үйге дейін барған кезде жерді қарап, өзімнің жаңа оқыған жерлерімді, жүрген жерлерімді қарап отырған кезде кәдімгі ішімде ностальгия береді. Сол зат қатты ұнайды десем де болады. Соңғы рет қашан болдыңыз? Соңғы рет осы жазда бізде бір проект болған. Проектпен біз барған тұғымыз. Ата-анамды бірінші рет медиаға көрсетіп бастадым. Сол бірінші рет көрді ата-анамды. Менің анам неде жұмыс жасайды, мектепте жұмыс жасайды. Содан кейін сол проектті көрген біз өзіміздің жанкүйерлерімізді LP деп айтамыз, Love and Peace жанкүйерлеріміз, кейбір жанкүйерлер сол мен оқыған мектепте оқиды екен. Анама келеді, содан кейін танып келеді. Сіз NB-дің мамасыз ба? Сізбен автограф беріңізші деп менің анамнан автограф сұрайды екен. Сол мама күліп айтып отырады маған, сөйтіп. Қашан келесің, сен күтіп жатыр деп, сөйтіп айтып қоятыны бар. Керемет. Арманымның 90% музыкамен байланысты деген екенсіз. Жатсам да, тұрсам да, әнмен әуен ойымнан кетпейді. Бастапқыда сабақты жақсы оқитынмын, бірақ 5-ші сыныптан кейін бүкіл назарым музыкаға алып кетті дедіңіз. Мен де музыкалық мектепте оқыдым, бірақ мен кішкентайымнан барғаннан кейін менің талғамым жасанды түрде қалыптасты. Мен жаңағы зерттеген, оқыған музыкамды жақсы көрдім, өйткені басқасын тыңдауға бізде мүмкіндік болмады. Бірақ енді сіз 11 жастан кейін музыкалық мектепке келдіңіз, мен түсінгенім бойынша 5-ші сыныптан кейін дегенде. Демек сіз 11 жасқа дейін сіздің өзіңіздің жеке талғамыңыз қалыптасты. Кімдерді тыңдадыңыз? Мен кішкентай кезімде менде былай болған. 4-ші сыныпта 4-ші сынып оқып жатырмын, бір қыркүйек айлары. Сол кезде теледидардан мультфильм көріп отырмын. Сол кезде менің анам соны көріп, ұрсып, мені музыкалық мектепке ұрсып алып барған. Менде амал болмаған. Менің просто теледидар көріп, жай жатпасын деп апарған тұғын, ұрсып барған жерімде осылай қазір сіздің алдыңызда отырам деген ой болған жоқ тұғын ол кезде. Соған анама рахмет айтам жалпы. Сол кездерде мен шетелдік әртістерге қатты қызық бастадым. Сол кезде мен анамнан компьютер алып берші деп қатты сұрайтын, қатты жылап сұрайтын. Сол кезде анам айтатын, көбейту кестесін жаттасаң, мен саған алып берем деп. Шартпен соны жаттадым, анама тапсырдым, сосын анам маған компьютер алып берді. Сол компьютер маған өте қатты көмектесті менің өнерге қалыптасуыма, әртістік қалыптасуыма көмектесті. Өйткені компьютерден мен, яғни ютубтан ашып қарап, шетелдік әртістерді қарай беретін. Мен ойнамадым, ойынға қатты құмар емеспін, именно жаңағы компьютерлік ойындарға. Ал әншілерге қатты қызығатын. Әншілердің жасайтын жаңағы музыкалық талғамдары, олардың жаңағы вайбтары, олардың жасайтын техникалары, яғни мелизматикалары. Шетелдік әртістерден қатты тыңдап өскенім ол Кристина Агилера дейтін, Джесси Джей, Бейонсе дейтін үлкен мықты вокалистерді қатты тыңдайтын. Өйткені қатты вокалист болуды армандайтын. Бағанда домбыра сыныбыда оқыдыңыз, вокалға түстіңіз, сосын колледжге түскенде қайтадан домбыраға, одан хоровой дирижерменияға бір кіріп шыққаныңыз бар екен. Домбырашы Нұрлыбек Альфа тобына қалай келді? Домбырашы Нұрлыбек музыкалық мектепке барған кезде вокалдық факультеттер, басқа да факультеттер жабық болған соң домбыраға ашық болды ол кезде. Тағдыр өзі сөйтіп алып келген сияқты, анам сұрады, астында отыратын кісіден сұрады, қай жерде күшті мұғалім отыр деп.
сол кезде өзім есімде 14-ші кабинетте менің өмірімді өзгертетін ұстаз отқан білген жоқтығым аспапқа сол кезде. емес мұғалімге бардыңыз Иә, мұғалімге бардым. Иә, сол мұғалімге анам отырғызып қойды да, міне ән айта алады, әнді айт деп. Мен ән айтып жатырмын, домбыра тарт деп, мен былай білетін, мектепте үйрететін, болады ғой бір қосымша сабақтар. Сол кезде үйреніп бастаған, соны ойнап бердім. Сосын менің ұстазым айтты, біз бүйтейік, біз сіздің балаңызды нулевой сыныпқа алайық деді. Өйткені бірінші сыныпқа балалар өте көп. Ол кезде уже қыркүйек айы уже сабақ басталып кетті. Сабаққа бала қабылдамайды уже басталып кеткеннен кейін. Мен сіздің балаңызды нулевой сыныпқа алайын, содан кейін көтере берерміз деп. Неге қарай? Үлгеріміне қарай. Хорошо деді мама, жақсы деп мен сөйтіп оқып бастадым. Бірінші классқа бір айдан кейін өтіп кеттім. Содан кейін келесіне де екінші классқа өтіп кеттім. Мен жыл бойы жүрген жоқпын, аймен өтіп кеттім, айлармен. Иә, сондай болып кеттім, иә, өзімді түсінбедім. Сол затты қатты қағып ала бердім. Маған қатты ұнайтын ол заттар, жаңағы өзіміздің музыкадағы теориялары, гармониялары қатты ұнайтын да. Мектепке барған кезде жай отыратын, ұйықтап, сабақ оқығым келмейді, ұнамайды сабақтар, ешқандай математикадан бастап ұнамайтын маған. Сөйтіп отыра беретін. Сосын 5-ші сыныптан бастап вообще сабақ оқымайтын болып бастадым. Папам ұрсатын, қатты ұрсатын, ол өте оқымысты кісі. Өмірі кітаптан көзін алмайды, газеттерден көзін алмайды, маған ұрса беретін оқы деп. Білмейміз, адам қатты бетіп ұрсып айтқан сайын бір оқымайсың ба, бір кері тартпамыз ғой, білмеймін сондай бір. Содан кейін айттым әкеме, мен музыканы таңдадым деп. Онда болды, тиіспеймін деді, сабағыма содан кейін тиіске жоқ. Альфа тобына қалай келдіңіз? Ой, мен сұрақты деді. Негізінде ұзақ оқиға, жалпы ұзақ оқиға, бірақ кішігірім айтып кетсем. 9-шы сыныптан кейін негізі мен 11 оқимын деп шешкем. Анам тұрады да, 11 оқымайсың, сенің ұстаздарыңмен мен қырылып қалдым деді. Өйткені мен ол кезде переходной возрасттан өтіп аттым, дауысым мутациядан өтіп атты. Сол кезде маған ән айтсын деп қоймаған. Анам айтпайды, ол дауысын құртып алады десе де сөйтіп қырылып қалған. Содан кейін оқымайсың, 11 оқытпаймын мен сені деп. Бар кет, бір колледжге бар, музыкалық колледжге бар, бір нәрсе қыл деп. Мен ол кезде Астана қаласына түскім келген. Сөйтіп түсем деп, мен Астанада оқып жүрген бір таныс балалар оқып жүрді сол жерде. Сұрайын дедім, сұрадым, бірақ қатты мен жаққа қарай көмек байқамадым. Содан кейін мен өзім қалып қойдым. Ой, жарайды деп 11 оқимын деп жүрдім, бірақ өзімнің колледжімде менің мектепте сабақ берген, музыкалық мектепте сабақ берген Бибігүл Төлегенова дейтін кісі болатын. Ол домбырашы кісі, иә. Сол кісі колледжде сабақ береді, мектепте сабақ береді. Сол кісіге хабарласым, апай, мен сізге түсейін дедім. Өйткені эстрада факультетінде оқығым келмейді. Мен талғамымды көтерім келеді. Көтеру үшін мен ары қарай кетуім керек болып тұр, бірақ мен қазіргі сәтте кете алмаймын еш жаққа. Сол үшін сізде оқысам деп, бітірсем деп айттым. Бірақ өзіме бір құлақтан тепкен сияқты болып қалды сол кездерде. Сол үшін бір өзім өкінемін сол сәттерге. Сөйтіп шақырды, ұстазым қайтадан шақырды. Бірінші курс оқыдым Жезқазғанда, бірақ мен бірінші курсым бір 6 курстай өтті ғой. Қатты ұзақ өтті. Өйткені домбыра ұнайды, бірақ менің бір жай отқан кезде тартып, өзіме бір бақыт сыйлап отыратын, ностальгия сыйлап отыратын аспап ретінде қабылданды да ол маған. Бірақ менің арманым іштегі, мен ақтармаппын да іштегі арманымды. Не қалайсың деп өзімнен сұрамаппын. Сол кезде зерттедім, сосын соңына келген кезде, бірінші курс аяқталып жатқан кезде шештім өзім үшін кетем деп. Алматы қаласына кетем, болмайды мынау деп. Өйткені қатты әнші болғым келді, қатты әртіс болғым келді. Топтарға қатты қызығатын, қазіргі Кореяда кей-поп дейтін жанр өте қатты дамып жатыр, әлемге дейін кетіп жатыр. Сол кезде мен қарап, қызығып, топта болғым келеді деп. Ол кездерде бізде 91 тобы қатты танымал болып жатты ғой. Иә. Ол кезде қалай қазіргі тілмен айтқан кезде прайм кезі ғой. Прайм кезі болып жүрді. Мен қатты қызығатын, сол компанияға кіргім келетін, сол мен жүрдім де мен папаға өтірік айтты. Сол кез әлі мен есімнен кетпейді. Папа, мен оқимын деп жатырмын Алматы қаласына. Алматы қаласына Чайковский музыкалық колледжде оқыдым.
сол жаққа түскім келіп жатыр. Ол жақта менің бір ағам оқиды. Ағама звондаймын, айтамын, түскім келіп жатыр, осылай. Сен оқисың ба дейді, мен құлақтан тебемін. Оқимын деп. Оқимын, деп айта саламын. Ең бастысы маған кетіп қалу керек болып тұрды Алматыға. Өйткені бір бәле керек болып тұрды менің жан дүниеме. Бір нәрсе шақырып тұрғандай болды. Болмайды, ертең қалып қойсаң болды. Өміріңнің астан кестен шығып кететін сияқты деп ойладым. Сосын айттым, әкеме анама айттым, кетемін деп. Жылап отырдым. Неге? Өйткені мен үйдегі жалғыз баламын. Ата-анам өте үлкен кісілер. Содан кейін кету қиын бір жағынан, жалғыз бала кету енді уайымдайды. Көптен күткен жалғыз баланы жіберу өте қиын. Басында енді бүйтіп қатты түсіне қоймайсың, бірақ уақыт өте келе түсінесің. Көп үйге бармай кеткеннің кезінде. Сөйтіп, хорошо онда деп зайчик болып пойызға мініп ертеңіне кетіп қалдым. Содан бері Алматыдамын. Сосын Алматыға келіп хоровой дирижированиеға түстім. Түстім, оқыдым. Ол кісілер менің даусымды ұнатты. Менің фортепиано қалай онша емес ойнайтынымды қараған жоқ, бірақ даусымды қарады. Өздерінің хорға керек дауыстар деп, сосын жақсы. Ол кезде де даусым андай бір түрлі болып жүреді. Андай переходной әлі біткен жоқ, мутация әлі біткен жоқ, бірақ соңына дейін апардым. Хорда қай дауыста тұрдыңыз? Тенор болдым. Мен тенормын, бірінші тенорда тұрдым. Бірақ хорда тұрып ән айтқан өте күшті сезім береді. Ол білмеймін, мен айтып жеткізе алмаймын ана сезім. Дирижердің қалай тұруы керек, дирижер қалай бізбен бірге қандай байланысы қандай үлкен екенін байқадым сол кезде. Бірақ бұл менікі емес деп сезіп жүрдім, бірақ соның кесірінен де жынданып жүрдім. Неге менікі емес, неге таба алмай жатырмын? Сол кезде түсіндім, есіме түсті. Сен ол үшін келген жоқсың, просто ең бастысы сен Алматыға келдің ғой деп. Содан кейін сол жылдың аяғында, бірінші курстың аяғында Проект X дейтін жоба басталды. Сол жоба менің армандап жүрген, кіргім келіп жүрген компания жасады. Juice Entertainment деген 91-ның компаниясы. Сол проект жасады. Ерболат Беделхан продюсеріміз. Ол не жоба? Байқау ма? Реалити шоу, байқау, яғни кәдімгідей әр эпизодқа бөлінген 3000 баланың ішінен топ құру. Айтты, мен барам дедім, онлайн өзімнің видеомды жібердім, қабылдады, бардым, досыммен барғанбыз, өзімнің курстасым досыммен бардым. Ол бала өтпей қалды, мен өттім, ары қарай білмедім. Дым ойламай, дым қорықпай, өте бердім, и соңында қалай кіріп кеткенімді байқамай қалдым. Соңында сол финал кезінде жеңіліп қалдық, біз негізі 10 бала болғанбыз, 4 бала дебют алып кетті, біз жеңіліп қалдық. Мен одан қатты депрессияға түсіп кеттім сол кезде. Өйткені жеңіп үйреніп қалғам, ол да маған үлкен сабақ болды сол кезде. Жеңілу білу керек деп. Бірақ кеш кеп қалғанына сол кезде қатты жындандым ол заттың. Кішкентай кезімде андай конкурстарға көп қатысатын, менің апайым көп жіберетін, Россияға, жаңа мемлекеттерге. Қиын болды сол кезде. Енді бір тәкаппарланып отқан жоқ шығармын десең. Содан кейін жеңілгеннен кейін бірер уақыттардан кейін осы қыркүйек қазан айларында екінші курс басталып жатқан кезде мен оқығым келмей бастады. Сосын өзім апайыма бардым, апай ренжімеңіз, мен оқымаймын дедім. Мен ол кезде ата-анама да айтқан жоқпын оқымайтынымды. Оқудан шыққан кезде хабарластым, ата-анам жынданды, қатты жынданды. Күттім ол реакцияны, бірақ ештеңе деген жоқпын. Дәлелдеумен келдім, дәлелдеймін, шығамын, осылай істеймін деп. Қазір қатты қуаныштымын, ата-анам қолдайды әр затымды, өйткені үлкен кісілердің қолдауы қызық екен жалпыша әр балаға. Мысалға менің ол ситуациямда ол былай болды. Басында енді үлкен кісілер түсінбейді бізді, жастарды түсіне қоймайды. Негізі үлкендердің де проблемасы да сол деп ойлаймын. Мен ашық айта аламын бұл затты. Ол біз үшін де өте ауыр зат негізі. Неге түсінбейді деп өтеміз. Ата-анам түсінбей жүрді, менің жаңағы образыма, киген сырғаларыма, киген жаңағы абстрактный образдарға. Бірақ мен
бір затқа қаттан қалдым. Біз беу дейтін беу фестивалі болды жазда, осы 2024 жылы. Сол кезде бізге ұсыныс түсті. Дос Мұқасан тобымен коллаборация айтуға. Ұсыныс түседі, о деп қуанып, сөйтіп жасап жатырық. Сөйтіп Дос Мұқасан тобымен шықтық. Ол өте тарихи зат болды мен үшін. Енді мен ол кісілермен өспедім. Рас, бірақ мен ата-анам үшін қатты қуанып жүрдім да. Мен ата-анам көреді ғой, мен әкем көреді ғой, мен әкем қатты тыңдайтын оны. Сол кездерде революция жасап жүрген топтың бірі болды ғой, бірегей болды. Сол кездің 91. Иә, сол кездің 91 болды. Оны да әкем айтатын, қабылдамайтын, жек көретін дейді. Шалбарлары ұзын, кала нелері. Иә, бізге ұнайтын бірақ дейді. Жаспыз ғой, бізге ұнайтын дейді. Сонымен Дос Мұқасанмен шықтық, видеоны қарады, содан кейін маған ешқандай әңгіме айтпайды ата-анам. Мен сол кезде осы екен ғой, осыны көрсету керек болған екен ғой дедім. Қазір ата-анаңыз риза? Риза, шүкір соған, қатты шүкіршілік етемін соған. Мен өйткені андай қатты қорқып келдім. Ата-анам не дейді екен, өйткені үлкен бір тәрбие алдым да ол кісілерден. Жасы үлкен ата-ананың бір үлкен құндылығы, үлкен бір тәрбие бере алады екен. Бір ата-әженің тәрбиесі сияқты. Ол айтады ғой, ата-әжемен өскен балалардың өзі басқаша болады. И сол бір орысша айтқан кезде двойное воспитание алдым да. Әжеден де ата-әже сияқты, ата-ана сияқты. Сол. Сонда осы альфа тобы сол кезде жеңілген топ, иә? Иә, негізі жеңілген топ біз. Сахнаға шықтың. Иә, бізде Қозы дейтін біздің солистіміз бар, тоже рэпер жігіт айтады, біз жеңіліп қалдық, біз сол проектте жеңіліп қалсақ та біз өмірде жеңдік деп. Соған иә, ол жобада жеңбеген соң сіздердің продюсерлеріңіз де жоқ екен, иә? Бірақ әлі де өздеріңіз жазасыздар, жазасыздар. Соны қалай бөлесіздер? 4 бала өзара келіспей қалатын кездер болмай ма? Біреу хореографияға жауап береді, стильге жауап береді деп бөліп аласыздар. Біз ең бастысы топ үшін, біз үшін андай зат, өмірлік қарым-қатынаспен жұмыстық қарым-қатынасты қоспауға тырысамыз. Жұмыстық қарым-қатынасты біз андай серьезно қараймыз, өте серьезно қараймыз. Мысалға, жұмыс ретінде қырылып аламыз да, кабинеттен шыққаннан кейін ой деп жүре береміз. Өйткені критика адамда болу керек, әрдайым болу керек критикасы адам өспейді. Мысалға, бір нәрсе істейін деп жатыр, сол кезде біздегі бір бала айтады өзінің ойын, сөйтіп саралап отырып барамыз. Сонда бір ауызбіршілікке қалай келдіңіздер? Әлде бір бағыт-бағдар берген біреулер болды ма? Бағыт-бағдар берген музыкалық жақтан болды. Жаңа 91 тобы біздің ағаларымыз, қатты құрметтейміз ол кісілерді, жаңа продюсерлеріміз бар, өзінің өмірлік опыттарымен бөлісіп кеткен. Но бірақ біз бір-бірімізді өсірдік деп айта аламын. Көбінесе біз бір нақты бір продюсер өсірдік деп айта алмаймын. Бағыт-бағдар берген шығар, бірақ біз бір-бірімізге қарап өстік. Өйткені бізге бір қатты ол кездерде акцент те болған жоқ. Өйткені ол жақта стажерсың, дебют аласың ба алмайсың ба белгісіз. Бір одай біледі ол. Жеңілсек те стажер болып қаламыз деп шешім қабылдады. Иә, стажер болып бізді қабылдады. Сол кезде стажер болып аламыз деді. Сосын жақсы болды деп жүрдік. Еңбекақы берілмеді? Еңбекақы берілмейді, бірақ ең басты заттар берілді. Біздің жаңағы вокал болды бізде, и би болды. Соның арқасында біз шүкір билей аламыз. Шүкір балалар қатты біз өсіп қалдық, вокалдық жақтан да сол кезден бастап. Сол затқа қатты ризамын. Жоғары білімді аяқтау ойда бар ма? Расымен менде ой жоқ. Ата-анам уайымдайды, айтады, көріп отқан шығар, сәлем айтып қояйын. Уайымдайды, әр сөйлескен сайын айтады, бітіріп ал деп. Бірақ ойда жоқ, сезінбеймін. Әзірге сезінбеймін. Қатты бір итеріп тұрмаса ол зат сезініп тұрған жоқ. Қазір жасап жатқан жұмысым өзіме ұнайды, қалай пайдасында алып келіп жатыр, физикалық тұрғыда да, моралдық тұрғыда да. Продюсері жоқ топ қандай қиындықтарға тап болады шоу-бизнесте? Қазір ешқандай. Баяғыдағы продюсерлік жұмыстар өте жақсы өткен шығар, әрбір әртіс үшін. Бірақ қазір білмеймін. Қазір біз не үшін продюсерден кетіп қалдық дейтін сұраққа мынандай жауабым бар. Продюсердің өзінің ойы бар, өзінің жаңағы мировоззрениесі бар, өткен өмірі бар, и соны саралап тұрып бізге жеткізеді, бірақ
топ біз үшін, біз жаңа мен айтып кеткендей, топ біз өзімізді өзіміз өсірдік. И сол кездерде біздің топқа деген сүйіспеншілігіміз артты. Және топтың болашағын көре алдық өзіміз. Оны ешқандай продюсермен бөліскіміз келмейді. Өзімізді өзіміз жасадық дейтін мақтаныш сезіміміз келеді. Сол да. Иә. Лақабатыңыз Әнби. Әнби деген сөздермен үндестік айтады екенсіз өзіңіз. Нұрлыбек деген есім кей-поп үшін тым қазақша ма? Сөйтіп ойлаймын мен сөйтіп ойлаймын. Халықтың қалай ойлайтынын білмеймін, бірақ біз негізі төртеуміздің де атымыз келмейді негізі. Ақжол, Тілеужан, Абылқайыр, Нұрлыбек, андай қызық аттар жиналып алған. Қазақи. Енді топтағы бүкіл бала қарапайым ауылдан шыққан қазақтың балалары. Біреуі Қазақша тап-таза әдемі сөйлейді. Біз орысша сөйлей алмаймыз. Ана тіліңізде жақсы сөйлейсіз, шығармашылықтарыңыз да қазақ тілінде дамып жатыр. Бірақ шетелге шығу үшін ағылшын тілінде де ән жазған екенсіздер. Шетелге шығу үшін қазақ тілінде ән айтуға болмайды. Солай ойлайсыздар ма? Әңгіме одай емес. Әңгіме жалпы тілде емес деп ойлаймын. Біздің негізгі арманымыз шетелдік аренаға 4 қазақ жігіт шығып жарып тастаған дейтін әңгімесі өте жақсы. Жалпы сезінгіміз келеді осы затты. Әлемге шығып, әлемдік сахнада қазақ жігіттер ән салып тұр дейтін. Әңгіме мысалға даже тілде де емес, өйткені тіл біз тілді өте қатты құрметтейміз. Бірақ біз ең бастысы бір жағынан музыканы береміз деп есептеймін. Біздің ең басты фишкамыз дейміз ғой. Жалпы Қазақстанның ең басты фишкасы музыкалық тұрғыда это біздің идентикамыз, өзіміздің қоңырлығымыз. Сол өте керемет. Мен сол затты әлемге дәлелдегім келеді өзім үшін. Қазақтың идентикасын. Демек, сол қазақи үнді әлемге таныту, хит қылу мүмкін емес пе? Мүмкін, сол үшін бара жатырмыз. Бірақ мәселе тілде емес. Әркім әртүрлі ойлайды. Қазақ тіліндегі үнді, қазақ тіліндегі әнді шетелге таныту мүмкін. Әрине мүмкін. Өйткені біздің әріптесіміз Еңлік деген қыз бар, жас қыз. Осы жақында ғана альбом шығарды, өте қатты құрметтейміз. Нағыз үнге таңғалып жатыр. Өте. Үнге таңғалады. Үннің өзі, ол қыз, ол әртіс қазақтың байырғы қалып кеткен музыкаларын жаңа леппен шығарады. Бұлай негізі жалпы әндерін тыңдап тұрсаң, қазақи ескі әндер бар. Кей-поп стилінде өнер көрсетіп жүрген жандардың Қазақстандағы басқа жанрда ән салатын әртістерге қарағанда артықшылығы бар. Айтпағым, кей-поп деп аталғанымен, ол кей-поптың жақын бір інісі дейікші. Сол жақта пайда болған стилінің тармағы десек те болады. Ал қазір кей-поптың әлемдік шоу-бизнесте алар орны бөлек. Осыдан мысалы 10 жыл бұрын кім ойлаған әлем Азияның әнін тыңдайды. Осы орайда сіздерге шетелдік аренаға шығуға жол ашық. Осы жолда нақты не істеліп жатыр? Ең басты біздің бере алатын өніміміз ол музыка. Ол біздің әніміз ең басты затым. Сол затты көтеруге тырысып жатырмыз. Сол үшін біз мысалға әнді ағылшынша жазып бастап жатырық. Өйткені әлем тыңдап, әлемнің көп пайызы негізгі жалпы ең басты әлемде көпсі сөйлей алатын тілі ол ағылшын тілі болғандықтан біз солай жеткіміз келеді солай. Шетелдік жанкүйерлеріңіз де бар екен. Солай кетеді? Шетелдік жанкүйеріміз бар. Осы алдыңғы жылы біз тур берген тұғымыз Қазақстан ішінде. Оның алдында да білетінбіз. Ол аккаунтын айтып кетсем, Alpha Global US дейтін аккаунт бар. 2 қыз жүргізеді. Габи, Дженни дейтін Техастың қыздары. Техастан. Біздің 8 қалада турымыз болды, соның 8-іне барды. Бізбен бірге барып, сол 8 қалаға дейін барды. Сол Техастан келіп. 20-28 саат жол ұшақпен.
біз үшін келді, өте қатты риза болдым. Сол кезде ойладым, біз дұрыс жасап жатыр екенбіз ғой деп, барлығы дұрыс келе жатыр екен ғой деп. Біз андай бір қатты қиналып кетеміз, бір нәрсе болмай кетеді. Сол кездерде осы зат еске түсіп кетсе, орныңа келесің. Сол не только жаңағы Техас, Польшадан, Түркиядан, Қытайдан, Грузиядан, көп елдерден жиналып жатыр. Қатты қуаныштымыз. Сол біздің солардың арқасында да біз шыға алатынымызға сенімдіміз. Осы жерде бір таңғалатын дүние бар да, мен сіздердің шығармашылығыңызды зерттей келе, әндеріңіз миллион рет тыңдалады. Әлеуметтік желілердегі видеолардың да қаралымы өте көп. Open Air концерттерде лық толы адамдар сіздермен бірге жарыса әнін сөзін жаттап алған. Кәдімгідей Инстаграмдағы оқырман саны 86 мың адамнан асқан екен. Мен осыған таңғалдым. Өйткені осыншама қаралым жинайтын, осыншама тыңдарманы бар топтың оқырманы неге 86 мың деген сияқты. Ойланып көрдіңіз бе осы? Мен ойландым, оны қалай көбейтуге болады деп. Қазір Қазақстанда блогинг дейтін зат өте қатты дамыған. Қазақстанда ең көп оқырманы бар адамдар жалпы, олар блогерлер. Бізде жалпы қатты дамыған ғой Қазақстанда блогингпен айналысатын адамдар өте қатты прям жұмыстары бар бөлек. Бірақ біз ол жұмыс істей алмайды екенбіз өзімізше, топ ретінде қиын бізге. Сондай заттар қиын. Уақыт жетпейді ма? Уақыт жетпеген емес, негізі уақыт бар, егер бөлгің келсе. Бәлкім ұнамайды бізге ол зат, істегіміз келмейді. Егер бірақ өзіңді қинап істесең, ол қинап істелгені көрініп тұрады. Сол үшін біз қалай жүргіземіз, солай жүргіземіз дейтін немен. Ең басты бұл Альфаның аккаунты информационный аккаунт қой негізі. Бүкіл ақпараттарды көрсететін, клип шығайын деп жатыр, ән шығайын деп жатыр, жаңағы фотосессияларымыз болсын, сол жаққа ең басты бірінші эксклюзивті тұрғыда шығатын порталымыз біздің. Ұлытау мен Жезқазған халқының өнерге деген ықыласы жалпы ерекше, өзіңіз де білесіз. Өзіңіздің өңіріңізге көрерменді жиі қуантып тұрасыз ба? Жоқ, мен қазір Альфа тобымен ешқашан келмеппін. Альфа тобымен өнер көрсетуге ешқашан келмеппін. Бізді әлі шақырған жоқ. Шақырса міндетті түрде барам деп ойлаймын, бірақ қорқам. Неге? Білмеймін, андай бір қобалжу бар, қатты қобалжу бар. Кішкентай кезімде 8-ші сыныпқа дейін акиматтың алдында тұрып ән айтып жүрдім. Тоқтамай қанша орталық алаңда мерекелер болсын. Орталық алаңда қандай мереке болмасын сол жақта. Сөйтіп айтып жүрдім де. Соншама жылдардан кейін бір өзгеріспен бір келіп қалай болады екен деп, мынандай образбен қалай болады екен дейтін бір сұрақтар бар. Бірақ қуана келетін едім. Ұлытаудың сахнасында тұрып не сезем деп ойлайсыз? Мақтаныш сезінетін шығармын. Өйткені кішкентай бала 10 жыл бұрын осы сахнада тұрып ән айтып тұрды. Кім білген осы қайтадан келіп бір Қазақстанға танымал болып келе жатқан топ болып келіп ән айтып тұрғанына не жетісі дейтін затты ойланатын шығармын сол кезде. Турларды енді өздеріңіз жоспарлайсыздар ғой? Сондай кезде өздеріңіз осы Жезқазғанға барамыз деп өскеніңіздер ме, әлде міндетті түрде шақыру керек? Негізі ең басты тақырып ол жерде техникалық жабдықтар. Техникалық заттар, музыкалық заттар көп қалаларда жоқ. Сіздердің талаптарыңызға сай емес? Сай емес. Біз өзіміздің жанкүйерлерімізге өте сапалы ән, сапалы звук, сапалы жаңағы LED контенттер бергіміз келеді. Бірақ кейбір қалаларда ол жоқ тыңғасы. Сол себепті біз бара алмаймыз өкінішке қарай. Сол, егер ол жақта техникалық жабдықтар бәрі біздің талабымызға сай дамып жатса, неге бармасқа?
міндетті түрде аралағымыз келеді, әлі аралағымыз келеді. Көп қалаларға барған жоқпыз біз. Сұраныс бар. Сұраныс бар, иә, сұраныс бар. Бірақ біз қазір өзіміздің жаңағы бұйырса деп отырық, аудиториямыз көтерілген сәттерде, көп адам жиналған кезде үлкен жерлерде бергіміз келеді. Соған орай баратын шығарымыз. Иә, фестивальдер, иә. Жақсы, жаңағы досым қастармен коллаборация болды дедіңіз. Болашақта тағы кімдермен коллаборацияны жоспарлап отырсыз? Болашақта шетелдің әртістермен жасағымыз келеді шығар, иә. Мысалы? Мысалы, білмеймін, ойланбаппын да. Армандап көрейікші? Армандап көрейік, иә. Мысалға, Бруно Марспен. Мысалға, Кореядан BTS-пен болсын, соло ретінде мысалға күшті болатын еді деп ойлаймын. Blackpink болсын, мысалға өте керемет топтардың бірі, әлемдік нарыққа кіріп кеткен. Өте қатты таңғалам, қуанам сол затқа. Сондай топтармен жұмыс жасағымыз келеді. Жаңағы Азиядағы топтарды айта кетсек, мысалы BTS-пен мысалы жасап тұрсақ, ол өте үлкен көпір деп есептеймін. Сіздердің топтарыңызда кез келген топта өзінің бір лидері болады, көшбасшысы. Сұхбатқа келгенде де сол кісі суырылып тұрып сөйлеп отыр. Сіздерде кім көшбасшы? Негізі бізде көшбасшы Қозы дейтін біздің рэперіміз. Біз емес, мен емес. Мен осылай көп сөйлеп отыра беремін. Сондайым бар. Ол жігітті кезінде, практикс кезінде Ерболат ағай сайлаған бізді көшбасшы болатын бала деп. Содан кейін бізді тонусқа келтіріп отыратын, алып келіп отыратын сол жігіт, сондай қабілеті бар. Сыртта көбірек ақпарат тарататын мысалға мен шығар, бірақ бізде даже көшбасшылық рөлдер де бөлінеді. Біз негізі рөлді бөліп алғанбыз өзіміз үшін. Сондай. Ақпарат тарату сіздің ойыңыз? Иә, десек те болады. Жақсы, Нұрлыбек, көп рахмет ұлытауға қайта оралып, уақытыңызды бөліп, шынымды әңгіме қойғаныңызға. Сізге рахмет. Қатты қуаныштымын сізбен танысып отқаныма, осы жерге келіп, көп келмеймін бұл жерге. Жұмыстар көп. Қатты жұмыс басты адам сияқты айтып отырмын ғой. Жұмыстар көп болғанда бірнәрсе шығып қалады, жолым келмей қалады, әлі қала тұрайын, қатты бір үлкен демалыстар болған кезде барып қайтамын деп нетем. Бірақ сәті келіп отыр, соған қатты қуаныштымын. Көп рахмет. Құрметті көрермен, Open Ұлытау жобасының кезекті саны осымен тәмам. Келесі эфирде жүздескенше.